Бүгінгі сабағымыз Ат-Тадрибул Хади Ашар 11-ші жаттығу, алдыңғы сабақтың жалғасы. Иқра сумма акмил, оқып толықтыр дейді. Яғни біздер осы сабақта әна, мен деген сөзді үйренеміз. Яғни мен есімдіктермен және етістіктермен қолданамыз. Яғни мен мұсылманмын, немесе мен отырдым, тұрдым деген секілді сөздерді, оқыдым деген сөздерді үйренеміз. Мысалы қараңыз, әна мен мұсылманмын, әна муслимун, әна талибун, әна мухандисун деп кереген сөзді қоямыз, білетін есімдікті. Әна муслимун. Әйел тегінде дәл солай, әна муслиматун. Тек әйел тегінде болатын болса, ол жаңағы тәл марбуты қосылады оған. Әна муслиматун. Әйелдер үшін, мысалы, табибатун, әна мударрисатун, дәл солай. Ал енді етістікке келетін болсақ, фе'л мудариғта бізде мысалы қараа, яқрау, иқра, иқраи деген сөздер өттік қой біздер. Оқыды, оқып жатыр, оқиды, немесе оқы, фе'л әмір. Ол кезде біздер яқрау деген сөзде, яқрау ол оқып жатыр дегенде, я әрпін алып тастаймыз да, оның орнына жаңа хамзаны қоямыз. Хамзаны фатхамен қоямыз. Сол кезде міне әна ақрау әл-Құр'ан әл-Карима. Мен Құран кәрімді оқып жатырмын. Әна ақрау әл-Құр'ан әл-Карима. Келесі, әна аттаваддау лис-салати. Мен дәрет алып жатырмын намазға. Әна ақифу лис-салати. Мен намазға тұрып жатырмын. Әна ақифу. Яғни уақафа, яқифу, қиф-қифи болып еді. Негізі мұдариғта яқифу ғой. Яғни алып тастаймыз да ақифу лис-салати фе'л мудариғ кезінде. Әна укаббиру ва ақулу Аллаху акбар. Мен тәкбір аламын. Және нені айтамын? Ақулу, мен айтамын Аллаху акбар дейді. Дәл солай әна аркау. Мен руку қылып жатырмын. Әна арфау раси. Мен басымды көтердім. Арфау, рафа, ярфау, ирфа, ирфаи еді. Енді мұдариғ мен деген кезде арфау деп айтамыз. Мен арфау. Әна арфау раси. Әна асджуду. Мен сәжде қылып жатырмын. Енді әйел тегіне келеміз. Ол дәл солай. Ешқандай өзгеріс болмайды бұл жерде. Әна ақраул Құр'ан әл-Карима. Мен Құран оқып жатырмын. Әна атаваддау лис-сала. Мен дәрет алып жатырмын. Яғни әйел тегінде де дәл солай болады. Әна кезінде мен деп адам өзі туралы айтылатын болса, дәл солай қалай айтылады? Әна ақифу, әна укаббиру, әна аркау, әна арфау, әна асджуду. Дәл бос жерге көп нүктенің орнына дәл осыларды жазып көреміз. Және салыстырамыз. Дәл ешқандай айырмашылық жоқ. Әна ақифу ер тегінде, әна ақифу әйел тегінде. Түсінікті. Ақифу, яғни фатхамен келеді. Ақифу, аркау, ақрау, ақулу, асджуду. Түсінікті. Келесі, осыны орындаймыз. Ат-Тадрибул Сани Ашар 12-ші жаттығу. Біздер алдында өттік. Хуа ер тегінде. Хуа муаллимун, ол мұғалім. Хия муаллиматун, ол әйел мұғалім. Хума, енді екі ер тегіндегі. Хума муаллимани, ол екі мұғалім. Хуа ол деген, хия ол әйел тегінде, бірақ хума ол екеуі, енді ер тегінде де әйел тегінде де бірдей жүреді. Хума муаллимани, хума муаллиматтани. Муаллиматтани деп аталады әйел тегінде, бірақ хума деген сөз қалады. Хума муаллиматтани, ол екі әйел. Хум, яғни енді көпше жама. Хум муаллимуна, олар мұғалімдер. Хум, олар. Енді әйел тегінде олар қалай? Хунна, хунна муаллиматун. Хунна муаллиматун. Әйел тегінде қалай қыламыз? Алдында өттік біздер. Муаллиматун, оны тәл марбутын алып тастаймыз, әлif және тәні қосып, әйел тегінде көпше қыламыз. Хунна муаллиматун. Ол әйелдер, мұғалім әйелдер, мұғалімдер, яғни әйел екені белгілі болса өзде. Түсінікті, хуа, хия, хума, хум және хунна. Осыны жаттап аламыз. Ол, яғни үшінші шақта айтылатын сөздер. Ол мұғалім, ол әйел мұғалім. Ол екі әйел мұғалім және ер мұғалім. Ол мұғалімдер, ол мұғалім әйелдер. Түсінікті. Келесі жаттығу Ат-Тадрибул Сани Ашар 13-ші жаттығу. Негізінде бұл сабақтан бәрін өттік біздер. Хуа, хума және хум дегенге сөздерге ол екеуі және олар. Келесі сөздерді соған сәйкестендіреміз санына. Мысалы, ол жалғыз адам. Хуа тайярун. Енді ол екеуі хума тайярани. Ол екі үш қос ер адам.
Хум тайяруна, бұл ұшқыштар, яғни хум. Хуа, хума, хум ертегінде ғана қолданамыз бұл жерде. Хум, яғни хуа мухандисун, екеуі хума мухандисани, хум мухандисуна. Хуа муаллимун, хума муаллимани, хум муаллимун. Түсінікті, хуа жалғыз адамға, хума екі адамға, хум көп адамға, яғни ертегінде. Түсінікті, қалғанын өзінің орындайсыздар. Келесі at-tadrib ar-rabi' 14-ші жаттығу. Бұл жерден әйел тегінде. Хия, ол әйел, хума, ол екі әйел, және хунна, ол әйелдер. Мысалы, мударрисатун, хия мударрисатун, хума мударрисатани, хунна мударрисатун. Хия табибатун, хума табибатани, хунна табибатун. Хия мухандисатун, хума мухандисатани, хунна мухандисатун. Түсінікті, қалғандарын өзіңіз орындайсыздар. Өте оңай деп ойлаймын. At-tadribu al-khamisa ashar 15-ші жаттығу. Енді қараңыздар, бұл ол деген мағына. Жаңағы бір нәрсеге көрсетіп, және ол екенін айтамыз. Хада бұл, хуа ол, әт-тилмиз. Хада хуа әт-тилмиз. Бұл міне осы оқушы, яғни хада хуа деп қолданамыз. Хада ертегінде алдында өткендей. Хада және хуа бұл осы оқушы. Әйел тегінде хадихи хия әт-тилмизату. Бұл осы, бұл ол осы оқушы қыз. Түсінікті, әйел тегінде. Хадани хума әт-тилмизани. Бұл хадани бұл. Хума ол екі оқушы, ол екі оқушы. Яғни алдында өттік. Хада ертегінде хадихи, хадани, хатани, хаулаи деп өттік. Ол бұл деген жерде ертегінде, әйел тегінде қолданады. Енді бұл жерде сосын оларға сәйкестің, яғни хуа, хия, хума, хум және хунна. Хатани, хума, әт-тилмизатани. Яғни бірден біз хада және хума, хуа, хада, хуа, хадихи, хия, хадани, хума, хатани, хума деп бірден жаттаймыз. Өте оңай. Хаулаи хум әт-таламизу. Яғни бұл ол оқушылар. Хаулаи әйел тегінде де солай қалады, бірақ олар дегенде хунна әт-тилмизату. Түсінікті, хада хуа, хадихи хия, хадани хума, хатани хума. Хаулаи хум, хаулаи хунна. Яғни біздер оны хаулаи әт-таламизу деп айтсақ та болады. Бұлар оқушылар, немесе хум әт-таламизу, олар оқушылар деп айтсақ та болады. Немесе жаңағыдай біз оларға көрсетіп айтқымыз келсе, міне бұлар осы оқушылар дейтін болсақ, хаулаи бұл не сілтеп. Олар не оқушылар. Хаулаи хум әт-таламизу. Дәл солай хаулаи хунна әт-тилмизату. Хаулаи әт-тилмизату деп айтуға болады. Бұлар оқушы қыздар. Немесе хунна әт-тилмизату. Олар оқушы қыздар деп айтса болады. Енді көрсетіп айтқымыз келсе, хаулаи хунна әт-тилмизату. Түсінікті, дәл солай хада, хадихи, хадани, хатани, хаулаи. Сосын жаңағыдай адамға хуа, хия, хума, хум, хунна. Оны жаттап бірнеше рет жаттығу қылып жаңағыдай оқимыз. Келесі хивар. Біздерде хивар жаңағы диалог. Диалогқа жауап береміз, оқимыз. At-tadrib as-16 16-ші жаттығу. Хиварун. Алиюн кан салатан фил йауми я Мухаммаду. Бір күнде қанша намаз бар, ей Мұхаммад? Мұхаммад жауап береді. Фил йауми хамсу салаватин. Бір күнде 5 намаз бар дейді. Ма хия, ол не? Ол қандай намаздар? Мұхаммад. Хия ас-субху, яғни таңғы, әл-фажр деп айтады, ас-субху деп айтады. Вал-зухр, зухр, вал-аср, вал-мағриб, вал-иша. Яғни 5 намаздың 5-ін атап өтті. Кам ракаатын фис-субхи. Таңғы намазда қанша ракаат бар? Мұхаммад ракаатани. Алиюн ва кам ракаатын фил-зухр. Зухрда қанша ракаат бар? Арбау ракаатын, 4 ракаат бар деп жауап берді. Али ва фил-асри кам ракаатын я Мұхаммаду. Қанша
ракаат аср намазында қанша ракаат бар ей Мұхаммад? Арбау ракаатин айдан. Яғни онда да 4 ракаат дейді. Яғни кәм деген сөз ол сұрақ. Кәм саату, кәм ракаатан, яғни жалпы саны туралы сұратсам, кәм деп сұраймыз. Ва кәм ракаатан фил мағриб, мағрибте қанша ракаат бар? Жауап береміз. Талату ракаатин, 3 ракаат дейді. Алиюн وهل تصلي في العشاء 3 ركعات وهل يعني оқи ма деген ол да сұрақ. Иша намазында 3 ракаат оқи ма дейді. Ла я али, жоқ я али, ла деген жоқ өттік. Фал ишау 4 ракаатин. Ишада 4 ракаат. Мисл зухри вал аср. Yani зухр мен аср да секілді. Мисл деген сияқты секілді деген мағынасы. Фал ишау, фа кеп тұр бізде. Ал ишау ол фа тек жай бір болашақта өтетін боламыз, бұл жағдай жауап ретінде фәні қойса болады. Фәл ишау 4 ракаатин мисл зухри вал аср. Түсінікті. Осы диалогты оқимыз да бір-бірімізден жаттап, яғни бірден практиковать етеміз. At-tadrib as-17 17-ші тауат табирун шафавийюн, яғни ауызша сабақ болады. Қазір ас-салату фил ислам сұрақтарға жауап береміз, өзіміз жазып, оқып, айтып үйренеміз. Бірінші, мәл аяту әлләти ta'муру бил вудуи, яғни дәрет алуға әмір беретін аят қайсысы дейді, несі дейді. Құранда аят қандай дейді, дәрет алатын. Соған жауап береміз, Құранда аят Бақара сүресінде деп жаңағыдай аятты айтамыз. Екінші, кайфа натаваддау, біз қалай дәрет аламыз? Алдыны біз өттік, атаваддау, ақрау деп алифпен жаңағыдай хамзамен айтатын болсақ, енді біз деп айтатын болсақ, ол нунды қосамыз. Алифтің орнына нунды қоссақ, сол біз деген мағына шығады. Кайфа натаваддау, біз қалай дәрет аламыз? Үшінші, мәл аяту әлләти ta'муру bis-сала, намазға әмір беретін аят қандай деген сұрақ, жауап береміз. Мәза нафалу қабла сала, намаздың алдында не жасаймыз? Мәза нақрау фис-сала, біз намазда не оқимыз? Нақрау, нафалу деп жауап береміз. Оқимыз, істейміз. Натаваддау, дәрет аламыз. Кайфа нусалли, қалай намаз оқимыз? Яғни нусалли деп жауап береміз. Кәм марратан нусалли фил яум, кәм марратан қанша рет біз намаз оқимыз күнне? Жауап береміз. Нусалли фил яуми, біз бір күнде хамса салаватин, яғни нусалли фил яуми хамса салаватин, бір күнде 5 намаз оқимыз. Дәл солай осы сұрақтарға жауап беру арқылы бос орынға жаңағыдай жазып шығамыз, және сұраққа жауап береміз. Немесе осы сұрақтарды жазып, жаттап, өзіміз сұрақ қойып үйренеміз, және сұраққа жауап беріп үйренеміз. Келесі at-tadrib as-18 18-ші тоқ иқра уахфаз. Келесі Құран аятын, Құран сүресін оқы және жатты дейді, жаңағыдай Фатиха сүресі. Аъуду биллахи минаш-шайтанир раджим. Бисмиллахир рахманир рахим. Алхамдулиллахи раббил аламин. Ар-рахманир рахим. Малики яумиддин. Iyяка нa'буду ва iyяка наста'ин. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Дәл осылай қараймыз. Құранда, менде Құранды дұрыс оқу, тәжвидпен дұрыс оқу сабақтары бар. Сол жерден де оқып қарасаңыздар болады. Басқа плейлистерде. Келесі жаттығу, мұның барлығы жаттығу негізінде. Истами' сумма ажиб, келесі сұрақтарға жауап бер, бірақ дұрысын жауап бер. Қайсысы дұрыс дема? Қара әл-фатихата ва ташахуда. Яғни фатиханы оқыды, және ташахуд оқыды. Дұрыс па? Жоқ, фатиха және бірден ташахуд оқымайды. Демек не оқиды? Қара әл-фатихата ва сурата. Фатиха және сүре оқыды. Дұрыс. Осыны дұрыс деп есептеп, жаңағыдай дұрыс белгісін қоямыз. Екінші, наам каббар әл-абу бa'дал абнаи. Я әкесі балалардан кейін тәкбір алды. Солай ма? Жоқ, олай емес. Ла, олай емес. Каббар әл-абнау бa'дал аб. Керісінше, балалары әкесінен кейін тәкбір алды. Бa'да деген жаңағыдай кейін, қабла алдында. Бa'да деген кейін деген сөз. Одан кейін жаңағы харф исм мажрур болады, яғни кәсірмен келеді. Келесі, әл-абу ақамыс сала. Әкесі не істеді? Иқамат айтты. Солай ма? Жоқ, әкесі иқамат айтқан жоқ. Ол бірден намаз бастады, баласы иқамат айтты. Бәкрун ақамыс сала. Дұрыс, бәкір иқамат айтты. Дәл солай 4, 5, 6, 7, 8 жаттығуға өздерін қойып шығасыздар. Келесі, at-tadrib al-20 20-ші жаттығу уктуб суратын қасыра.
яғни қысқа сүренің өзің жаз дейді. Мына бос нүктеге қысқа сүре. Мысалы біздер қайсы сүрені білеміз? Біздер Фатиха сүресін соны оқимыз де қайталап жазып, осы сүрені осы бос орынға қатесіз жазып шығамыз. Имла ал-манқул, яғни енді тақтадан көшіп жазамыз. Яктубул муаллиму ташаххуд ва яқулу талаба. Яғни мен бір сөз жазамын, және сөйлемдер. Ташаххуд жазамын, содан кейін сіз оны жазасыз. Енді мен бұл жерде жаза алмаймын ғой. Бірақ сіздер жаңағыдай ташаххуд тауып аласыздар да, соны көшіріп осы жерге жазасыздар. Тіптен бір жерден табу ол оңай. Сабақ аяқталды осымен.